Ассаляму алейкум, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай өте дәмді әрі жұмсақ болып шығатын шоколадты пирог пісіретін боламын. Міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, пікір қалдырып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Менің жаңа видеоларымды сіз бірінші болып көретін боласыздар. Қажетті заттарымыз сүт, какао, разрыхитель, сұйық май, қант, ұн және де жұмыртқа қажет болады. Ыстық сүтімізге қантымызды, какаомызды салып, барлығын жақсылап араластыратын боламыз. Қазір бұны қамырымызға қосатын боламыз. Ыдысымызға жұмыртқамызды жарып, қантымызды біртіндеп салып, миксеріміздің көмегімен, яғни жақсылап араластыруымыз қажет болады. Қантымыз толықтай еруі қажет және де ақ масса болғанша жақсылап араластырамыз. Одан кейін сұйық майымызды құйып, тағы да араластырып аламыз. Жаңағы дайын тұрған массамызды тағы да құйып, барлығын жақсылап араластырамыз. Одан кейін осылай илегіштен барлық ұнымызды өткізіп аламыз. Барлығын бірден салмаңыздар, әйтпесе қамырларыңыз көтерілмей қалады. Бізде осындай масса болады. Енді осындай төртбұрышты формаға, яғни өз қалауларыңыз бойынша форма таңдай берулеріңізге болады. Менде поклан қағазы, осылай поклан қағазын төсеп, барлық массамызды құйып алатын боламыз. Осылай лопаткамызбен тегістеп алатын боламыз. Духовкамызға, яғни көтеріліп бірдей пісетін болады. Қызып тұрған пешімізге 150 градуста 40 минуттай пісіретін боламыз. Дайын болғанын осылай зубочисткамен тексеріп аламыз. Бетіне әсемдік үшін мен қант ұнтағын сеуіп шықтым. Міне біздің шоколадты пирогымыз дайын болды. Өте тез әрі қолжетімді заттардан тұрады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Менің каналыма тіркеліп, пікір қалдырып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын.